Арыстанды Қарабас. Әңгіме. Авторы Тұңғышбай Төрегелдиев. Ауданның алыс шетіне қоныс тепкен ағдала шаруашылығының шопандары жылдағы жинақылығынан жаңылғандай 30 үйгін Сырдария бойынан қыстауға әлі қайта қоймаған. Қыс әуені қаңтардың соңына ала көңілшектікке ұласқандай күн күрт ысып, жайлауға көк қаулады. Осы сәттен ақ шопан өмірінің өрелі дүрбелеңі басталды. Жас көктің буына емірене қалған қойлар қарауыттан қорегін таппастай ауызға өзі ілінсе де дәмі білінбес бір елес дүниені қуалап кете барды. Тұяқтары тоғысып қырды қырға жалғады. Көлеңкелі беткейлерге шамалы аялдағанымен құрғақ күнгейлі жоталарды айнала алыстады. Тоят таппас қойлардың өз жай-күйінен гөрі малшыларды ертең дүниеге келер қожақандарының қамы қатты алаңдата бастады. Нәрсіз көгалдың алдамшы құдіретіне еліккен буаз саулықтар оны қайдан білсін. Жаратылысынан тек тәбет күшіне ерік берген олар жүгіре-жүгіре қайыру бермей, малшы ауылдың ит рәсуасын шығарады. Отар арасында әлдеқандай жұқпалы дерттің дамып кету қаупі де алыс емес еді. Шопан қауымы ақтылы қой аналық отарға беймазалық әкелген қылымсыған күн райынан түңіле қашты да, жан дәрменде көкпек қуған бытыраңқылыққа қарсы түсі суық болса да, шынайы шымырлыққа шақырар қыз қаһарын шынымен ақ тілеумен болды. Тағдырын далаға арнаған сол көптің бірі Бөкеннің әкесі Бектемір. Ол жаратылысынан тынымсыз жан. Ісі сәл ақсап қалса, қашан оңалдырып алғанша өзгені де өзінде бидайдай қуырып бітіретін. Әкесінің осы қан сіңді мінезі Бөкенді де соңғы аптада тұралатып тынды. Қайткенде де көкке оттатпаймын деп қойларды жусан мен бүргенің түбірінен басқа дәнеме жоқ жотаға иірумен болды. Ақыры қыстауға қайтар күнде тудау. Кеше ұзағынан түйіліп тұрған аспан әлемі кеш бата қиыршық қарын бүрке бастап еді, таң атқанша өндіріп тастапты. Малға да, адамға да жайлы тиетін болды. Әсіресе бала-шағаны баудай түсіретін тұмау мен сары ауруды айтсайшы. Саппа тиылады енді деп әкесі балаша қуанып жүр. Содан олар отарды иіре айдап қыстауға бет түзеген. Бөкен сол қапталда келеді. Жусанның басын бірт-бірт шалған саулықтар ентелей жылжиды алға. Шопан өмірі сырт көзге тым жыпыны көрінуі ықтимал. Ал ақыл тарасына салып, ой елегінен өткізіп байыптасаң, оның ерлік пен табандылықтың нағыз шыңдалу мектебі екенін байқау қиын емес. Бөкен солай бағалайды. Өйткені ол шопан өміріне қаршадайынан қанық. Көз ашқалы шәйт-шәйт деп қозы бағып, қой қайырып, жапан даладағы жалғыз үйде өсті. 5 жасында-ақ бесінің құлағында қалқиып, әкесіне қолғанат болды. 7-ден аса 10 жылы шаруашылық орталығындағы мектеп-интернатта өтті. Мақтан алмайды. Көшті бастап та, көштен қалып та кетпеді. Орталау оқыды, бір сыдырғы. Жыл өтпей азаматтық борышын өтеуге аттанды. 2 жыл Германия Демократиялық Республикасында өтті. Онда да артта қалып алға түскен жоқ. Қоңыр ағыс, көнбіс мінез. Қойға қайта келгесін тасы көрге домалағандай болған. Әкесінің тынымсыз үйретуінің тәжірибесінің арқасында ауызға іліге бастады. Бір рет мақталып суретімен аудандық газетке де шықты. Бар жоқ өмір баяны осы. Тұлғалы даламен тағдырын байланыстырып келе жатқан жайы бар. Түпкі ойы біраз жыл еңбек етіп барып оқуға түсу. Үйдегі үміт етіп отырған үлкен ұл өзі болғасын солай шешкен. Інісі Төкен интернатта 7-де оқиды. Ең кенжелері Шынар бұл мектеп бітірер жазда қайтыс болған. Жалғыз қарындасы көз алдына елестеп қолқасына өксік кептеліп, кеңсірігі удай ашыды. Жанары жіпсіп, қарындасының сол бір қазасын ойламауға тырысты. Астындағы қой қуалай-қуалай ығыры шығып, бұрынғы жүйріктігінен жұрдай болған қара ат ләждің жоғынан әрең ілбіп келеді. Оң қапталдағы әкесі дауыстады. Балам, жылдамдата түс, күннің райы тәуір емес, арты арыстандыға ұласпаса не қылсын. Әке үні қобалжулы. Бұл бірден ұқты. Айтулы ала қиын желдің бұғауында қыстың күні қорғансыз қалу жақсылыққа соқтырмайды. Табиғаттың тосын әрі беймәлім құбылысы көп ау.
Әкесі ескертіп өткен әлгі арыстанды қарабас Қаратаудың ортаңғы белінен оңтүстік-батысқа қарай соғатын дүлей желдің аты. Бір соқса апталап басылмайды, ұлиды да тұрады. Шын қытұрынса кейде түйелі кісіні де аударып кете береді. Өзімен өзі болып аңдамапты. Жер беті тыныш болғанымен аспанды сұр бұлт торлай бастапты. Суық сызы қатая түскендей. Күн көзі солғын тарта домаланып, үдірген бұлттардың тасасында қош айтысып барады. Көксау жел кәріне мінгенше қыстауға жетіп үлгерерміз деп ойлаған Бөкен атын тебініп отарды иіре айдады. Кенет алыстан талып жеткен дауысты естіп бұрылды. Бүйірлеп қалыңқырап барады екен. Қозы көш жерде шаруашылық басшылары мінетін машина ағайдың ортасындағы жалғыз қайықтай қараяды. Қасында біреу құлақшын бұлғап тұр. Көке, көке, ана бір кісі шақырып тұр. Дауыстамағанда бұлардың байқамай кетуі әжеп емес еді. Сайдауыттағы олар жер салмаса бірден байқалмайды. Әкесі шоқытып кетті. Анау алдынан шығып қол беріп амандасты. Әкесі ат үстінен еңкейіп, ананың нұсқаған жағы машина ішіне үңіліп қарады. Бөкенжан, деді келгесін. Машина түскірі бұзылып қалыпты. Қалаға бармақшы екен, көрші шаруашылықтан. Мына Тақыркөлде туысымыз бар дейді, көмек сұрайды. 3-4 жасар қызы бар, жаурап қалыпты. Тағы бір қыз апарып салу керек. Әкесі аттан түсті. Менің шабдарыма ауыз. Сенің астыңдағы ат арықтығына қарамай өлсе де адам мінгестірмейді. Күннің ыңғайын бағарсың. Тіпті бұзылып бара жатса, Рапайылдікіне қона сал. Бөкен үнсіз келісті. Тақыркөл сәл бұрыстау демесең 15 шақырым қашықтықтағы ферма орталығы. Аттылы кісіге жайшылықта 1-2 сағаттық жол. Бірақ боран басталса қиын. Әкесі бұның ойын сезгендей сақтандыра сөйледі. Малды илалап жеткізермін, маған алаңдама, тәуірі желдің ығындамыз. Сен жолды ұмытпа. Бесқараның тұсына дейін барып, бүрген тоғайға жетпей солға бұрыласың. Қалғаны өзіңе белгілі, деп мұны шын жақсы көрген әкелік мейіріммен қолтығынан демеп, шабдарға мінгізіп шығарып салды. Ұзай бере қайырылып көз салған. Әкесі сол қара аттың шылбырын қолына ұстаған күйі мұның соңынан әлі қарап тұр екен. Неге екенін белгісіз жүрегі шым етіп, қара шаңырақтың бар қиыншылығын қайыспай көтеріп келе жатқан әкесіне жаны ашып кетті. Шауып барып бетінен сүйгісі келген. Мойымаңызшы әке, міне бізде жетілдік, жігіт болдық, деп айтқысы келген. Бірақ 30 жыл қой соңында жүріп-ақ қартайып қалған әкесіне өйтіп арсалаңдауға ұялды тағы. Ескілеу уазик қасындағы құндыз құлақшынды кісі мұны қуана қарсы алды. Машина ішіндегі бойжеткен мұның түлкі тымағы мен қара тонның сыртынан киген сарғыл брезент плашына ықылассыз назар аударды. Тұрғанымызға бақандай 3 сағат, дейді құлақшынды ызадан шырт түкіріп. Кәпірдің қай жерінен кеткенін ит білсін. Мына қырқадан шығалмай өлдік, тартпайды. Ақыры дымы өшіп тынды. Сосын жалынышпен ақтала сөйледі. Ауруханада жеңгең жатыр еді айналайын. Жолыққандарың қандай жақсы болды. Әйтпесе не істерін білмей шыбын жаным шырқырап тұрады. Жаяулайық десек ит өлген жер, күннің райы мынау. Шопырымда кежегесі кейін тартып ауырып тұрмын деп сұрағасын. Бұл кішкентай қызды алдын алды, сүйкімді. Аюдың қонжығындай домаланып, қоңыр іші киіп алыпты. Бойжеткеннің тоңғаны білінеді, өңі боп-боз. Атқан мінгесуге азар да безер болып еді, құлақшынды жездесе екен, қатты жегіп тастады. Елсізде қалып өлмекпісің, жел көтерілмей жетіп алыңдар. Бөкеңді жауратып алма. Тақыркөлдегі ағаң айт, арбамен болса да алып кетсін мені бүгін. Бұрқылдап ұрсып жүріп, машинадағы орындықтардың мататысын сыпырып алып, ердің артына төседі. Соған балдызын демеп көтеріп мінгізді. Қыз бетіне лып етіп қан жүгіріп, мұның белінен ұяла ұстады. Бөкен де қыз да біразға дейін үн қатпады. Әудем уақыттан соң бұл артына қараған. Машина көрінбей қалыпты. Қыз қымсынып жүз бұрды. Тоңдыңыз ба? Бөкен алғаш тіл қатты. Жоқ. Есіміңіз кім? Деген бұл одан әрі ұяң үнмен. Гүлнұр, деді селқос қана ол. Енді менің атымды сұрайтын шығар деп ойлаған. Гүлнұр қайтып үндемеді. Көк күмбезіндегі бұлттар шудаланып кетіпті. Есесіне жер беті әзірге тыныш. Алдындағы бүлдіршінің аты Бағила екен.
Бала көңілмен әр нәрсені сұрастырып отырған еді. Сәлден соң пыс-пыс ұйқыға кетті. Адам жатырқамайды. Былдырлаған тілі де қызық. Есіне туған қарындасы Шынар оралып, көңілі тағы босап, Бағиланы қойнына қыса түсті. Тоңып қалмасын деп тонының етегімен қымтап алды. Шабдардың бір жаманы жүрісінің жайсыздығы, жорғаға жоқтығы. Сәл тақым қыссаң шоқақтай жөнеліп, көш жер ұзамай ішек қарыңды араластырып жібереді. Мұның жақсысы ие талғамайды. Жермаң жабылып мініп жатсаң да мыңқ етпейді. Бөкен қанша асықса да шоқырақтамай аяқ алысын еркіне жіберген. Қатты жүрсе Гүлнұрға да қиын. Бір қырындап отырған оның ат үстінен сыпырылып қалуы да ықтимал. Сөздері өрістей алмады. Қарызға бергендей әрең жауап береді. Менсінбей отырғанына Бөкеннің жыны келді. Гүлнұр, деді, жауап болмағасын. Осылай адамсынбай отыра берсең бар ғой, осы қалпыңда тура шеуөрінің үйіріне апарып түсіріп кетемін. Ренжіп айтты. Бір жағы намыстанды да. Зорға шыдап келе жатқаныңды білемін. Құдай қаласа бір сағаттан соң құтыласың. Сұлу қыздармен теңесу қайда бізге? Қойшы баланы не қылсын сөзін қорғып. Сөзінің соңын кекесінге айналдыра ашынып сөйледі. Осы кезде Гүлнұр күтпеген шырай танытты. Оқыс күліп жіберді. Даусы қылықты да таза екен. Бөкен иығынан бес батқан күш түскендей жеңілейіп қалды. Бөкен, кінәмшіл екенсің, деді күлшіге өкпелеген баладай бұртиясың. Өмірімде бір көрмеген, онда да айдалада лашсыздан мінгесіп келе жатқан шопан жігітке не деп шешілмекпін? Тез ұғынысқанына қуанып, Бөкен де жадырап қалды. Гүлнұр, әу, еміне енді дұрысталдың. Шын ба? Құдай ақы шыным. Сенің де бозарыңқы реңіңе қан жүгірді. Гүлнұр деймін. Менің Бөкен екенімді қайдан білдің? Ата айтты. Бөкенім, Бөкен жаным деп еркелеткеніне қарағанда құлағы қалқиып ат жалына жабысқан бір жапырақ балама десем, соқталда екенсің ғой өзің. Екеуі де рахаттанып күліп алды. Сені кезіктірген Құдайға қалай алғыс айтарымды білмей келем. Қойшы, тағы не боп қалды? Бәрібір табатын едім. Кімді? Сені. Охо, қалаға тән жауыр сөздер даладан да естілсе не шара? Мен сені көргенмін, Гүлнұр. Бөкен сенмен айтты. Бұрылып, қыз өңіне тағы көз салды. Дидарың таныс, сенбеймісің? Жігіттерде қиыстырғыш келеді екен-ау. Бөкен, айтшы, біз қашан көрісіп едік? Түсімде. Қыз сықылықтап ала жөнеліп балаша мәз болды. Оның қос бүйірінен ұстап отырған қолдарын өзімсіне қысыңқырап, бұрынғыдан да жақындай түсті. Сосын, Бөкен, сол көріп келісіңді айтшы, деп қиылды. Жол қысқарсын. Гүлнұр машинадан түсіп жатқанда бұл оны бір жерден көргеніне шүбәланбаған. Жолшыбай да есіне түсіре алмай дал болып еді. Тапты ақыры. Я, түсінде көрген. Шынар қайтыс болғаннан кейінгі жылап оянатын түнше. Бөкен соны әңгімелеп берді Гүлнұрға. Сені түсінде көргенім рас. Мұны ғылымда телепатия дейме, адам қабілетінің сондай тылсымын айтатын сөз бар ғой. Ол әуеге қарады. Жел күшейейін депті, асықпаса болмас деп ойлады іштей. Әне бір жылғы жаз біздің семьямызға ауыр қасірет әкелді. Қалаға барамыз деп қарындасым Шынарды ажалға беріп қайттық. Үні бұзылып, жанары жасаурады. Көз алдымызда машина қағып кетті. Қайғы арқалап қайттық. Апам байғұс төсек тартып жатып қалды. Көтер алмас деп қорқып едік, бірақ аурушыл болып қалды. Мен де көп уақыт шошынып жүрдім. Түсімде ылғи қарындасымды көремін. Қан денесін көтеріп қашып келе жатамын. Біреулермен алысып, жұлысып, есім шығады. Ай бойы өстіп, азаптанып жүрдім. Болмағасын әкем бір күні кешкілік орталықтағы кішкене шалды ертіп келді. Бір шөптердің тұнбасын, бір дәрілерді ішкізді. Сол шипа болды ма, алғашқы тұнақ тұяқ серппей ұйықтап, адам сенбес түс көрдім. Күндіз де, түнде емес екен деймін. Жер дүние маужырап тұр. Бидайық басын билетер желкем сезілсейші. Қайдан келемін, қайда барамын беймәлім. Еміс есімде қалғаны әйтеуір біреуді іздеп жүрген сияқтымын. Шаршаулымын. Ауа жетпегендей алақанымды аспанға жайып, құр қарманамын. Жанарым тым-тым алыстағы бір құшақ аппақ бұлтқа соқтықты. Үйіріле дөңгеленіп, соңында шуда-шуда із қалдырып, құйындата құйылып маған төніп келеді.
Жандармен тығылар тесік, жасырынар таса іздеймін. Белшемнен батып, қара жерге көміліп қалғандай қозғала алсамшы. Ақыры аспан жерге, жер аспанға айналғандай, аппақ бұлтқа оратылып, белгісіз бағытқа орасан зор шапшаңдықпен зымырай маңып кете бардым. Қорыққанымнан, Құдай-ау, ертегілер әлеміндегі әйгілі жын-перінің назарына іліктім бе, не жазып едім, деп зарлап қоя беріппін. Көмекейім бүлкілдегенмен дыбысым шықсашы. Көкте қалқып келе жатқан мен бір уақытта аппақ қорғанның алдында тұрғанымды аңдадым. Алып ғимараттың ғажап көркемдігіне қатты таңырқаулымын. Бұл тек ертегілерде ғана кездесетін алып аспалы бақ екен деймін. Жеті қат көк пен жердің арасында бір кереметтің құдіретімен қалқып тұр. Аппақ нұрға бөленіп, көздің жәуін алады. Биіктігі 50 аршынға парапар. 3 қабатты зәулім сарай. Бірінші қабаты кілең қара, екіншісі қан қызыл, үшіншісі аппақ мәрмәр тастан салынған. Әр қабатты ұзын ұстындар көтеріп тұр. Бір-біріне өтетін әдемі баспалдақтар жасалған. Барлық қабаты әнші құстардың сазына бөленіп, көркем гүлдерге тұнып тұр. Жасыл жапырағы жайқалған неше түрлі сәндік ағаштар мен бұталар қызыл көк гүл шығарып, зәм-зәм суға шөп толы хауыздерді қоршай, құлпырып мың құбылады. Осы кезде асығу керек, суық жел көтеріле бастады. Арыстанды қарбас оянып кетпесе не қылсын деп Бөкен мазасыздана ойланып өтті. Сонан соң Гүлнұрдың үнінде жалғасын білуге деген құмарлық басым. Бақты аралап келемін деп Бөкен дес қыз көңілін біратала аударғанына риза пейілмен түсін қызықтырып айта берді. Бірақ бар қабаты иесіз, пенде бары сезілмейді. Соңғы қабатындағы аршып қойған жұмыртқадай еңселі аппақ сарай үнді топырағындағы жаһаншақтың ең сүйікті де сұлу әйелі Мүмтаз-и-Махалдың қабірінің басына орнатылған әлемдегі теңдессіз ғимарат Тәж-Махалды еске түсіреді. Кіруге батпай жүрексініп көп тұрдым. Ақыры нартәуекел жеңді. Сом алтын зілмауыр есіктер тұтқасы сап-салқын. Қол тигізсең дыбыссыз айқара ашылып кетеді. Әлденеше есіктен, әлденеше бөлмеден өттім. Ауасы жеңіл. Қалқып келе жатқандай өзімді сергек сезінемін. Ғажабы, бөлмелер артта қалған сайын піл сүйегінен жындастырып салған ақшылтым басқыштар бөлменің төрінен жоғары көтеріледі екен. Сарайдың ең биігіндегі соңғысына да жеттім-ау. Бөлме төрінде баспалдақ көрінбеді. Есесіне ол жерде құрулы алтын тақ тұр. Алтын тақ алдында жұп-жұқа зерлі перде тұтылыпты. Сансыз қызғылт күлгін сәуле шашыратқан алтын тақ үстінде айдай сұлу перизат отыр. Мені көріп ол орнынан түрегелді. Маңдайындағы бармақтай зүбәржат шолпан жұлдыздай жарқырап, жалт-жұлт шағылысады. Аппақ өңінен нендей сезімде екенін ажырату қиын. Пердені тұрып бері жүрді. Соншалық мүсінді денесі қозғалған сайын гүлді жібек көйлегі нәп-нәзік дыбыс шығарады. Қыз жаныма жақын кеп, қолымнан ұстап, жүр деп ымдағандай болды. Сүйрік саусақтары ып-ысы әрі жібектей жұп-жұмсақ. Бұрыштағы елеусіз есіктен ішке аттадық. Ертедегі фарондардың сән салтанатындай тіл айтып жеткізгісіз көріктінің бәрі осында. Ортада ұзынша аппақ мәрмәр тақы қалқып тұр. Үстінде жап-жас қыз ұйықтаулы. Перизат әлі үн қатқан емес. Маған жақындай түстеп белгі берді. Құдай-ау, қарындасым Шынар ғой, соның өзі ғой. Ұмтыла түсіп, оянып кетер деп тұрып қалдым. Жүзімді жас жуып барады. Тірекен деп жүрегім дүрсілдей қуанып ала сұрады. Байқұс апам білсе ғой, қарындасыма көзім тоймай қарай беремін. Машина қаққандағыдай емес, бет ажары бүп-бүтін ағарып кетіпті. Көп уақыт күн көрмегендіктен болар деп ойлаймын. Қарындасымды қатты сағынғандықтан қайғылы қазаға ұшырағаны есіме түсіп, солқылдап жылап жіберіппін. Оқыс даусымнан селт етіп Шынар оянып кетті. Маған таңырқай қарап тұрып, сосын қолын жая ұмтылды. Тас қысып мойнымды құшақтап, ағатайым, апамды неге ертіп келмедің? Бәріңді сағынып кеттім,
дей береді. Көз жасым моншақтап егіліп мен тұрмын. Ару қыз одан әрі Шынарға рұқсат етпеді. Қайта жатқызып үстін қымтады. Шынар өксігін баса алмай соншалықты аянышты, соншалықты қимастықпен қарайды. Беу дүние-ай, нәрестенің қайғылы көз қарасын көруден артық азап бар ма екен? Жүрегім аласұрып қан жылайды. Ұйықтауым керек, дейді бойжеткен. Қазір ұйықтайтын уақыт. Сосын ол еңкейіп Шынардың шашын саусақтарымен салалап маңдайынан сүйді. Шынар қайта ұйқыға, қалың ұйқыға шомды. Қоштасып та үлгермедім. Шер тарқатып сөйлесіп, былдырлаған тілін қызықтай да алмадым деген өкініш жүрегімді тілгілейді. Аз кем мәуріт бермегеніне қызға өкпелімін. Бойжеткен бөлмесіне қайыра өттік. Шынар машина қаққалы өзгермепті. Өлгендер өспейді екен ғой деп ойлаймын. Бөкен-ау деп Перизат алғаш рет маған тіл қатты. Қарындасыңды көрдің ғой, жағдайының жаман емес екенін білдің. Уайым, көп қайғырма. Мұнда бәрі ойластырылған, айналаң аппақ нұрға шомылып тұрғанын байқаған боларсың. Жер бетіндегілерше айтқанда, о дүниеге қылдай кіршіксіз аттанатындардың келер орны бұл. Әйтеуір келмей қоймайтын орны. Аппақ нұр адал ардың белгісі. Менен жөн сұрама, ал әзірге қош. Ол бетімді сипағандай қалып білдірді. Ояна кетіп, я өңім, я түсім екенін ажырата алмай көп жаттым. Әбден жыласам керек, жастығым су-су. Тұрғасын апам айтып едім, ал кеп ағыл тегіл жыласын. Айналайын-ай, кенжетайым-ай, Шынаргүлім-ау, пеште екенсің ғой, жарғым-ау, жатқан жерің жайлы, жаның жәннатта болғыр. Сосын жүрек талмасы ұстап, тағы да төсек тартып жатып қалды. Апама бекер айттым деп өкіндім. Ол дауыс салып жылағанда жанымды қоярға жер таппадым. Сол тұстың шешуін таппай неге жорымды білмей қияли болып кеттім. Өз-өзіне келгесін апам, әлгі бойжеткеннің ірең басы қандай еді деп сұрады. Көзі шүңірейіп, жағы суалып, қатты қиналып қалыпты. Әдемше келген аққұба емес пе, оң қабағында кішкене мең жоқ па дей берді. Апамның үмітін үзгім келмей, сондай болу керек деп әлім жеткенше суреттеп едім. Ана жылғы боранда адасып, не үсіп өлгені, не дарияға ағып кеткені белгісіз. Тәні табылмай қойған қойшы қоңырдың қызы Ақгүл емес пе екен? Айналайын Ақгүлім-ау, бір үйдің бағына жаралған жан едің. Қайтейік, көп көрді, бізге көп көрді Құдай. Сіңліңді тапсырдым өзіңе, ай, көз қырыңды сала жүр. Қайтейік, озбырлықтан опат болып кете бардың ғой, жаным-ау, ей. Апам жылап жүріп, жетінен Құдай пісірді. Онысын орталықтан келген шофер баладан беріп жіберіп жатып, балаларға үлестіріп бер шайналайын, дүниеде олардан асқан ақ адал адам жоқ, тілеуі келгір дей берді. Міне сенің бейнең сол түсімде көрген қыздан аумайды екен деп Бөкен әңгімесін бітірген. Күндікке Бөкенді ынта-шынтасымен тыңдап отырған Гүлнұр ауыр күрсініп қалды. Сосын мұңлы дауыспен, Ақгүлге жаным ашиды деген. Тірі жүргендей бір жерден шыға келсе, қандай бақытқа кенелер еді. Бөкен Гүлнұрға Ақгүлдің белгісіз тағдыры қатты әсер еткенін ойлап, оның бұл армияда жүргенде жоғалып кеткенін, одан бері бірнеше жыл өтіп, енді тірі боп бір жерден шыға келмейтінін қинала айтып берді. Оралхан Бөкеевтің қарғызындағы дала кезіп мұңлы дауыспен сыңсыта да сызылта ән салатын сол қыз біздің Ақгүл емес пе екен, деді Гүлнұр бір қиялға беріліп. Шіркін, сол жазушымен жолығып, осыны бір сұраса ғой. Бұдан кейін әркім өз жан дүниесін шарлап кетті. Бөкен Ақгүлдің жайын еске алды. Бұл армияға кеткен жылдың күзінде әкесі Бектемір қыстау жаңартыпты. Сөйтіп Қоңыр деген қойшымен қатар қоныстанады. Жайлауы бір болғанымен үй жайы бөлек. Бір-біріне көрініп тұратын төскей төсінен ту төккен қос шаңырақ тез араласып кетеді. Қоңырдың әйелі есі ауысқан науқас екен. Бірақ бала-шағаға зәбірі жоқ. Азаннан кешке дейін мәңгіріп өзімен өзі отырады да қояды. Сол қыста қар көбесі сөгілер-сөгілместен қызы Ақгүлге ойда жоқта қолға салыпты. Жарығым, есім кіресілі шығасылы болып, сендердің де әбден жандарыңды ауырттым-ау депті тура сау күндегідей сабырлы сөйлеп.
Топырағы торқа болғыр анам байғұс аян берді. Қар гүлін қазып, пияшығын жесең айғасың деді. Қуаныштан көз жасы көлдей аққан Ақгүл қой ұзатып кеткен әкесін де күтпестен қорадағы ақбозатты ертеп мініп қар гүлін іздеп кетеді. Дарияның жарлауыт жағасы сәл күн көзі қылтиса, бусанып тез жалаңаштанып қалады. Ақгүл қар гүлін сол маңнан іздеген болу керек, қыр жағалап қияндап кетеді. Жер беті сірескен аппақ қар. Сол күні Ақгүл оралмайды. Кешқұрым әкесі қой қамап үйге кіргесін Ересекұлынан Ақгүлді сұрайды. Ол апасының бәйшешек тауып әкелуге жұмсағанын айтады. Қоңыр қойшымен бірге ферма орталығы Тақыркөлдің ер азаматы тегіс атқа қонады. Тек ертесіне ғана айдалада қаңғып жүрген Ақгүл мінген ақбозатты тауып алады. Ер басындағы целлофан қалтадан мұқият оралып, түйнек пиязымен қазып алынған қос уыс бәйшешек пен бір жапырақ қағаз шығады. Онда «Апа, мені КамАЗ мінген біреулер ел бетіне қарай алмастай қорлап кетті» деген жазу бар екен. Оқыстан боран басталып, одан әрі Ақгүлді тауып алуға мүмкіндік болмай, арада 3 күн өткесін ауданнан, облыстан арнайы адамдар келіп, тікұшақты шақыртып шар тарапты кезеді. Дарияның суын асын үстіне шығарып сүзеді. Қыз ұшты күйлі жоғалады. Бір таңғаларлығы, науқас анасы Қаргүлі бәйшешектің түйнек пиязын қарш-құрш шайнап отырып, сау адамдай қызын жоқтап зар жылапты. Қос уыс Қаргүлінің жіңішке сабағын қызғылт сары күлтелерімен қоса сыпырып сиыра жеп алып, Ақгүлді іздеп әуре болмаңдар, айтқаныма көнбей апам ертіп әкетті, енді ол келмейді, деп баяғыда сүйегі қурап қалған өз шешесін еске түсіріпті. Сосын Ақгүлдің анасы Ақкөжек қағынып сілкідіп орнынан ширақ ұмтыла тұрып, 10 жыл бойы еңсесін басқан есірік аурудан құлан таза айығып, қазан ошаққа араласып кетіпті. Бірақ өзі қиналып босанып, осы кеселге душар еткен ұлы қазір 10 жасқа келген жас ұзағын танымапты. Үйдің бір бұрышында тұрған әлдеқашан тозығы жетіп, сыры көшкен ағаш бесікке жалтақ-жалтақ қарап, кішкентай бөпешім бар сияқты еді, қайда кеткен дей беріпті деседі ел. Сол жылы Германияда жүрген бұл 4-ші класс оқитын інісі төкеннен хат алған. Аға, бізге қорасы жақын қойшы Қоңырдың қызы Ақгүлді біреулер өлтіріп кетіпті. Апам әбден жылады, біз қысқы каникулда үйде едік. Әкесінің аузын, өзгесін сол КамАЗ мінген қаншерді тауып Ақгүл әпкемнің кегін аламын. Орталықта тұратын досым Қайсар екеуміз солай келістік. Ол маған жапонский карате үйретіп жүр. Кейін бір тепкенен өлтірем депті. Бөкен соның алдында ғана бейтаныс бір қыздан хат алған еді. Сіз әзірге мені танымайсыз. Өзіңіздің 10-ші класс оқитын қарындасыңызбын. Атым Ақгүл. Біз басқа шаруашылықтан жақында көшіп келдік. Сіздің үймен көршіміз. Қысқы каникулдамын. Шынаргүлді сағынып, әрі амандасайын деп сіздің үйге келіп едім. Аппақ апам. Осы жерде Бөкен Ақгүлдің мұның анасын аппақ апам деп өзімсініп тартқанына сүйсініп қуанып қалған болатын. Маған дауыстап айтып хат жазғызып отыр, деп ауыл аймақтың қоңыртөбел тіршілігін, қардың қалың жауғанын, қойлардың қоңыз жақсы екенін, екі үйде биыл егіз көп болатын шығар деп қуанышта жүргенін, мұның әкесі Бектемірдің де, шешесі Балайымның да қуатты екенін, сәлем айтып жатқан жаза келіп, соңында Бөкен аға, енді сізге хатты өзім жазып тұрамын. Жауап жазғыңыз келсе, интернаттың адресін білесіз ғой. Аппақ апа сіздің суреттеріңізді көрсетті. Мен де енді келесі хатта суретімді салып жіберемін депті. Сол көктем гүліндей бой түзеп, қауыз ашқан қырғызынан қайтып хат келмеген еді. Уақытысында Бөкен онымен бір тілдесе алмай қалғанына іштей қатты қиналып, оған мүмкіндік бермей қыршын жасты көктей солдырып кеткен көк аттыларға зығырданы қайнаған, қапаланған. Сол белгісіз біреулер содан судай сіңіп, желдей жоғалып, ізін білдірмей кетіпті. Ал мұның көз алдында содан бері Ақгүл қыз сыңси жылап, дала кезіп жүргендей көрінеді де тұрады. Осыларды ойлап Бөкен ауыр күрсінді. Бір кезде Балқия оянып, тон ішінен қыбырлай бастады. Алғашында қайда отырғанын аңғармай шар етіп жылаған. Шабдар да шошына пысқырып, бас шұлғып қалды.
Балқия бөкеннің артында отырған әпкесінің жұбату даусынан соң ғана басылды. Сол жақ бүйірден жел күшейе түсіп, жердегі ақ ұлпаны суыра бастады. Бөкен теріскейге қарап қатты қорқып қалды. Қаратау тұс сұрлана түтігіп, сұп-сұр дүние қанын ішіне тарта төніп қалыпты. Арыстанды Қарабас. Қыз бір сұмдықтың жақындағанын ұғып, Бөкеннің әмірімен сыпайылығын ат үстінен лақтырып, Шабдардың арқасына теңделіп отырды. Шабдар шаба жөнелді. Гүлнұр Бөкеннің белінен тас құшып алды. Бөкеннің пайымдауынша жолдың үштен екісінен өтті. Көп болса енді шамалы жол қалды. Бүлдіршінді бауырына бұрынғыдан да қымтай қысып, тонның етегімен орап алған. Есінің ойын қимылынан сезетін Шабдар барын салып келеді. Бұлардың есіл-дерті ат үстінен ауып қалмау. Ауылға жетсе бәрі ұмыт. Жел күшейіп, қиыршық қарды үйіріп, бетке сабалай түседі. Балқия үлкендердің дүрбелеңінен қорқынышты сәтті ұққандай үнсіз қалған. Шамалауынша сәлден соң ауылдың сыртындағы қыратқа да келуге тиіс еді. Одан соң Тақыркөл үйлері жамырап шыға келетін. Кенет Бөкен қатты түршігіп кетті. Бүрген тоғай қайда? Ол іштей шошына айқайлады. Бүрген тоғай қайда? Бүрген тоғай. Әкесі Аққұлдықтың тұсына дейін барып, Бүрген тоғайға жетпей солға бұрыласың деген. Адасқанмыз ба? Сұмдығай, айдалада, дүлейде, үш бірдей жан. Суырынды қар бетке инедей қадалады. Балқия әуелгіде сел-сел кетіп үн шығара алмай отырған еді, енді бақыруға кірісті. Екі бірдей жанның тағдырын ойлап, Бөкеннің зәресі ұшты. Қолынан келер басқа қайраны болмай құшағындағы Балқияны қымтай береді. Артындағы Гүлнұр шыдамы таусылды білем. Қайда әлгі Тақыркөлің? Деген ызалы дауыспен. Бағанағы әуезі ұны тарғылданып, өзгеріп кетіпті. Тісі тісіне тимей дірдек қағады. Пальтосының мамық жағасын көтеріп, ықтасындап қушиып отыр. Жалаң пальтода не қауқар болсын? Осыны ойлап қобалжыған Бөкен аттан түсіп, Гүлнұрды өз орнына отырғызып, Шабдарды жетелеп алды. Су өткізбейтін қаудырлақ брезент плашты өзі киіп, ішіндегі қара тонды бойжеткенге берді. Жер жақтайы белгісіз. Айдала аппақтығынан айырылып, алабажақтанып қалған. Арыстанды Қарабастың бодауында кетіп, әр жусаның түбірінде жан сауғалаған түте-түте қар қалдығы ағараңдайды. Балқия жаурадым деп шырқырайды. Жылынар ма екен деп, әрі үсіп кетпесін деп, оны Гүлнұрдың алдынан жерге түсіріп шыңғыртып қармен бетін ысқылады. Кенет қатты құйындатып жеткен жынды жел аязға қатып сіресіп қалған қаудырлақ плаштың етегін аспанға көтеріп, мұның басына төңкеріп салды да екпінімен алға дедектетті. Сол сәт қатты үріккен Шабдар жалт шоршып, бүйірлеп безе жөнелді. Қолына оралған шылбыр серпіле тартылып өзін ұшырып жіберді. Бостау ұстағаны әбер болды, әйтпесе сүйретіліп өлер еді. Жан жүр айқайлаған. Жүгенді тарт, айырылма, аттан айырылма. Бірақ мұның да Гүлнұрдың да қорқыныштан шыққан ашы дауыстарын ақ түтек жұтып қойып, өзінің әуелгі әуенімен сұп-суық үнімен гуілдей берді. Бөкен артқа қарай жүгірген. Қадамы көнсейші. Далақтаған плашы кейін тартқылайды. Қиыстан өтіп кетіпті. Тұншыға жылаған Балқияның дауысын естіп бұрылды. Зақымданып қалмады ма деп зәре құты қалмады. Жүгіре жетіп қызды көтеріп бауырына қысты. Желдің саябырсыр сыңайы сезілмейді. Қайта мезгіл өткен сайын қара суығы қатайып, екпіні күшейіп келеді. Төңірек қарауытып, алдағы әйтеуір болар бір сұмдыққа уақытты асықтыра түскендей. Айналайын Құдай-ай, армандарымның әдіре қалғаныма өстіп айдалада. Ең болмаса Гүлнұрды аттан айырылта көрме. Онда үшеуміздің де үсіп өлгеніміз. Айырылмаса Шабдар жеткізер еді ел қарасына. Осы сөздерді дұғадай қайталаған Бөкен Балқияны құшағына қысып, маңдала бетімен белгісіз бағытқа безіп келеді. Қызда үн жоқ. Қалжырап ұйықтағаны әлде үсіктен естен танған беймәлім, қимылсыз. Жаңа бірде апалап жылағанда бұл жанын қоярға жер таппаған. Өмір мен өлімнің тіршілік есігін кезек қаққанын шопан жігіт жақсы түсініп келеді. Бір ықтасын панаға кезіксем деп тілейді.
Болмағанда дария жағасындағы жыңғыл тоғайға тығылып жан сақтар ма еді. Бірақ оған сенім аз. Таңертең қой айдап шыққанда жағалау артта қалған. Әйтсе де адасып сол бағытпен келем бе деп те дәмеленеді. Өкпесі алқынып, денеден әл кете бастады. Басы зеңіп, құлағы шуға толды. Енді бірде бала жылап, байғыз шақырса, енді бірде мысық мияулап, үкі уілдейді. Әлдекімдер де сақ-сақ күледі. Бір кезде шатаса бастаған есін жиып, жан-жағына алақтап қараған. Тұла бойын мұздақ қариды. Ит құсқа жем болмасақ, әкесі шиебөріден басқа бұл аймақта жыртқыш жоқ дейтін. Сол шиебөрілер қамаса ше. Қалтасындағы шаппасын демеу етер еді. Бірақ оның қаймықтырар қару болмасын біледі. Шиебөрі де осал жау емес. Денесі қайтып ысый бастады. Алыстан ақ жасыл сәулелер шашырай ма? Мынау нендей дыбыстар? Анау шоқ-шоқ оттар шиебөрлердің көздері ғой. Қаптап келеді. Бәрібір қорықпаймын. Баяғыдай буындырып өлтірем. Бұл кез осы өлкенің құлақ кесті қарақұлы, атам заманның өзгеріссіз ескерткіші, арыстанды қарабастың нағыз құтырынған, бураша жынын шаша шабынып, арыстанша ақырып күшіне енген уағы еді. Қайтсем де тіршілік біткенді тәубесіне келтіріп табындырып бітпей, жалмап жұтпай жалмауызым жай таппайды дегендей, шашы ебет-себет тарқатылған албасты жел аласапыран екпінімен үйіре ысқырына ұйытқып, қиыршық қарды көзіне себелей шашқылап, қолындағы қомақты затты жұлып алмаққа өршелене ұмтылып, қақпақылдандыра жүгіртіп әкетіп бара жатты. 9-шы оқып жүрген жылдың күзеді. Жоғары класс оқушылары көрші мақта шаруашылығына терімге көмекке келген. Шаруашылық тың жерден жаңадан шаңырақ көтергендіктен бе, мақталықтың маңайы құрақ қамыстан көрінбейтін. Бірде бөкен парталас досы Рафаэл екеуі түскі асқа жұрттың соңынан қайтып келе жатқан. Кенет оң жақтағы қамыс ішінен шәуілдеп үрген дауыс естілген. Рафаэл айтты: «Барсақ қайтеді, тірі шиебөріні әлі көрген емеспін». Мейлі барсақ барайық деп бөкен оңай келіскен. Бұлар үкілері шашақтана пісіп тұрған найзадай тіп-тік қамыстарды екі жаққа айыра аршып тереңдей түскен. Үйісқан қамыстың іргесіне келгенше шиебөрлердің үрген дауыстары басылмап еді. Қамыстың сықырынан қашып кетті ме, үндері сап тиылған. «Қап, көре алмайтын болдық» деп Рафаэл өкініш білдірді. Ішке тағы біраз сұғына түскенмен ештеңе байқалмады. «Қой құрысын, қайтайық, тамақтан кешігерміз. Адамнан сескенбейтін 4 аяқты болушы еді, зытқан шығар», деп бөкен кейін бұрыла берген. Кенет Рафаэл мұның жеңінен оқыс тартып қалды. «Әне», деді сыбырлап, «бізге қарап тұр». Дауысында діріл бар. Өтіңкіреп кетіпті. Оң жақтағы кішкентай алаңсымақта 3 шиебөрі бұлардың әр қимылын бағып, қимылсыз қатып қалыпты. Кішкене болсқылт көздері жылт-жылт етіп ашқырақтана қарайды. Тыриған арық, үймемей сүмеңдеп қайыршы иттер жүруші еді. Құтты солардан аусайшы. Бірақ олардан әлдеқайда кіші. Көктемде ауыл балалары доп қуалап, алысып, жұлысып, аунап-қунап тізеге жетер көгалды таптап тастаушы еді ғой. Бұл 3 серіде солардай үй орындай қамысты жын-ойнақ етіп жапырып тастапты. «Түрлері жаман ғой», деді Рафаэл. «Бізде неғып қорықпай тұр? Дуэлге шыққандай аңысып тұрыстарын қарашы. Адамнан қорықпайтын аң жоқ, қазір-ақ зытады. Айт, албысоқ, айхит, бөрбасар, жолбарыс». Екеуі қосыла аяқтарымен жер тепкілеп, барынша айқайлап, алаңқайдың бір шетінен атып шыға келді. Құйрығын тақымына қысып, шиебөрінің екеуі екі жаққа ытып қашты да, біреу орында қалып қойды. «О, жаман, мынаған не жоғы? Құдай біледі, осынысы ақсақ па, тоқсақ па, әйтеуір бірдеме қашалмай тұр. Әй, тірідей ұстап алып масқара қылайық». Шиебөрі бұларға тіктелген күйі жер бауырлап жата қалды. «Ұстатушы еді, қазір-ақ нөл болады. Әй, зыт кәне, айхит, бөрбасар, жолбарыс, айхит». Бөкен 2-3 қадам алға аттауы мұң екен, шиебөрі алқымына қарғи атылып кеп бергені. Ешқайсысы мұны күтпеген. Рафаэл бақырып жіберді.
Бөкеннің айқайлауға мұршасы болмаған. Байқағаны азулары ақсиған шеубөрінің көкшулан басы, ызалы ырылы, былшығы сатпақ-сатпақ қатқан ежір көздері. Ойбай, жалт бер! Досы екінші рет жанұшыра бақырды. Тұла бойы мұздап, жансызданып барады. Өлдім деген суық ой қиқулап өтті санасында. Рафаэль үшінші рет баж етіп, қамысты сатырлатып қаша жөнелген. Рафаэль, мені тастап барама, достығымыз қайда, шынымен біткен бе? Жоқ. Жандармен ышқына оң аяғымен теуіп жіберді. Шеубөрінің алға атқыған екпінмен шалқасынан түсті. Сосын ұшып тұрмақ болған. Тегеурінді тепкіден құлаған шеубөрі бұрын үлгеріпті. Кетік-кетік өткір тістерін ақситып, ар етіп атылған тағы. Бұл шыңғырып жіберіп тағы аяғын төсеп үлгерген. Алқымна ажалдың ақ сүңгі азуын дарытпай шалқалап жатып қос аяқпен тепкілей берген. Шеубөрінің жемей тынбайтын түрі бар. Құтырына ұмтылады. Рафаэль де дер кезінде жетті сол сәт. Осы күннен бастап оны шексіз жақсы көріп кеткен. Көбінесе Рафаэльді қыздар жағы жек көретін, бұзық дейтін. Бет жүзің бар демей турасын айтып, туғанына жақпай тұра беретін. Бір қырсықса төбесінен тау құласа да қайтпайтын бір бетке еді. Осынысы кейде Бөкенге де онша ұнай қоймайтын. Талай айтып қойдыра алмаған. Осы қыңырлығынан мұғалімдерден де алғыс алып оңдырған емес. Бірақ Бөкен оның өжет, жақсы жолдас екенін бағалайтын. Дегендей болды. Алғашқыда тастай қашқанмен шешуші сәтте айырып алды ажалдан. Рафаэль мақта теретін партығымен шеубөріні бүркеп үстіне жата қалды. Ойбай, тұр, тез, бар айтқаны сол болды. Бұл ирелеңдеп әрең түрегеле костюмін шешіп, шеубөрінің басына жауып жіберді де, мойнын қолтыққа ала сығымдай қысып, тас қатып, қарысты да қалды. Лып етіп шығып кете жаздап еді, Рафаэль келсаптай керзетігімен өкпе тұсынан оңдырмай тепкен. Мойын босатпа мойнын, дейді ол тарғыл дауыспен дір-дір етіп. Шеубөрі көп арпалысып, жерді тырмалап, жан тәсілім берді. Денесінің дірілі басылмай босатудан қорықты бұлар. Шеубөрінің танауынан қан кетіп, тілі көгеріп, езуінен сыртқа шығып кеткенше қылғындырып отырды. Бөкен, кетейік, деді бірінші ес жиған Рафаэль асықтырып. Өңі құп-қу бозарып кеткен. Бұлар қамысты қойнаудан ұзап кеткенше соңдарынан ырылдасып жұлысқан шеубөрлердің ызалы үндері естіліп тұрды. Олардың өз өлігін бөлісе алмай таласа жеп жатқаны анық еді. Үстінің сау тантығы қалмаған Бөкен былай шыға бере досын құшақтап, жылап жіберген. Космос дәуірі болса да шаруашылық орталығынан 100 шақырым қашықтықтағы дария бойын шашырай орналасқан шопандардың көпшілігіне әлі электр бағаналары жете қоймаған. Движокпен жарық жағып, движокпен артезиан құдығынан су тартады. Рафаэль осы Тақыркөл фермасының моторисі. Дембіл-дембіл аралап көріп тұрмаса, моторы бұзылған шопан семьясы майшамға қарап бұл келгенше екі көзі төрт болып отырады. Рафаэльдің кезекті 3 күндік жолдан шаршап келіп, төсекке құлаған беті сол еді. Сыртқа шығып кеткен келіншегі үрейлене үйге қашып кірді. Үйдің ығынан аттылы адамның сұлбасын байқап қалыпты. Аттың жалына етпетінен жатып алыпты, ұры сияқты дейді. Жеті түнде жын соққан ба, мына дүлейде о не қылған ұры? Рафаэль лып түрегеліп, төрдегі ілулі мылтығын іле сыртқа ұмтылған. Терезені тарсылдатып біреу әкетіп барады. Далада арыстанды қарабас құтырына ұлиды. Әй, ашыңдар, қырылып қалдыңдар ма түге? Сырттағы есікті теуіп-теуіп жіберді. Әй, қайсың бұл, Рафаэль ма? Ойбай, не болды? Бәтшағарға не көрінген, асылығы болмаушы еді ғой. Бір құшақ боранда азынатып, Рафаэль суыт кірді. Тыныштық па шырағым? Ата, балаңыз қайда? Шал төргі бөлмені меңзеді. Қазір ғана көз ілініп еді. Келін, келін. Абыр-дабырдан оянса керек. Тыр-тыр қасынып, іштен кебеже қарын жас жігіт шықты. Не болды, Рафаэль? Бір көзін жыртитып, әрең ашып, еснеп бейқам тұр. Болат, тез Расиямен орталықты көтер. Бектемірдің баласы Бөкен 5 жасар қыз адасып кетіпті. Жаяу, сосын Мырзабайға хабар бер. Аққолтықтың ар жағында құдасы қалыпты. Бол, тез, мен Бөкенді іздеуге кеттім.
Обалдағай, деді кемпір, обалдағай, аман болса игеді. Рация бұзылып істемей тұр, деді Болат суыт хабар санасына енді жеткендей үрейлене күмілжіп. Не дейсің? Сенің жөнделер күнің бар ма осы? Рафаэльдің түрі ғаламаттай бұзылып, алдындағыны бір ұрып қабырғаға жабыстыра салды да сыртқа ұмтылды. Сорлы, анадағы Ақгүлдің өліміне сен де кінәлісің. Онда да рацияң бұзылып, қолымыз қырқылып қалған. Үй ішіндегі жандардың басына тигендей тас талқаны шыға жаздаған есік тарс жабылды. Алғаш саусақтарының башпайларының ұшы тыз-тыз ашисыздап ауырған. Аяғындағы керзі етік тас боп сіресе қатып қалғаны қашан. Әкесі ферма басшыларына құдайдың зарын қылып, пима алдыра алмап еді, енді соның зардабын тартып келеді. Бірнеше рет демалмаққа әрекеттенген. Тоқтаса қайтып жүре алар дәрмені жетпесін ұғып, тәуекел ете алмады. Әрі қызды бауырына тас қысқан қолдары қарысып, икемге келмей жансызданып қалыпты. Беті алаулап домбыққан. Жер жаһан оттан өртеніп тұрғандай ып-ыстық. Әне, алтын шапағын шашыратып, аппақ зеңгір таудан алтын күн көтеріліп келеді. Таңғы тау суреті тіл айтып жеткісіз қажайып сұлулыққа бөленген. Күн шұғыласымен мың құбылады. Ұшар басында су перісіндей сымбатты қыз орамал болғап тұр. Бұл қиямет қайымның күшімен заңғар шыңға қалықтай ұшып келеді. Мен Ақгүлмін дейді, келеріңе сенгенмін. Саған арнап тіккен кестемді кесіп кеткенін қарашы. Бөкен, анау етектегілерден қорқам. Бір күні жыланша жылжып жетеме деп. Қорғап қалшы Бөкен, көз жасы мөлт-мөлт үзілген Ақгүлдің жүзін қайғы-мұң торлаған. Шыңғырған анасының үні. Қап-қара асфальт үстінде қып-қызыл қанға боялған қарындасы Шынар орнынан тыпырлап тұра алмай, сәулесі біртіндеп сөніп бара жатқан жанарымен мұны іздейді. Кіп-кішкентай жұдырықтарын тас жұмып, кеудесіне жиыра қысып, дір-дір үзіліп бара жатқан балғын Шынар. Өлмеші, апам сені сағынып жүр, Шынар-ау. Біз де сені күнде ойлаймыз, көкем күрт шөгіп кетті. Төкен тәтең адамды қақпайтын, баспайтын машина ойлап табатын конструктор болам деп, маған бұл оқудың қажеті жоқ деп интернаттан қашып кетті ғой. Машина жасайтын жерге апарып оқытыңдар деп қиғылықты салып, есті шығарды емес пе ол? Әке көкелеп, әрең апардық қой оқуына Шынар-ау. Сенің атыңды естісе жылап қалады. Бәрінен бұрын көкеме қиын тиді. Ашылып, ешкіммен сөйлеспейді, өзінен өзі күрсіне береді. Оның да талай жасырынып жылап жүргенін көрдім ғой мен. Сені өте жақсы көруші еді. Осы қыз менің үлкен ғалым болады, Алматыда тұрады, шешесі екеуміз қыдырып талай барамыз әлі, деп емірене ескелеп отырушы еді ғой. Шынар-ау, сағындық қой сені, келсең көкемнің сол арманы орындалып, қандай қуанар еді. Апам байқұс қалған жасымды Шынаргүлімнің бір күліп көрінгеніне беріп кетуге ризамын деп Тәңірден тілеумен күнді батырып жүр ғой. Айналайын кішкентай қарашығым-ау, сен келсең Төкен ағаң алаңсыз оқуын оқыр еді. Көкем қайғыдан арылып, қатарына қосылып қалар еді. Апам өшкені жанып, күн сайын қан жылағанын қояр еді. Сен келсең бар дүниеміз түгелденіп, шіркін-ай. Бізден бақытты жан болмас еді-ау. Ай. Запырандай ащы зарды дауыстай айтып, ботадай боздап жылаған Бөкен. Қараңғы түн ішінде жапан далада жападан жалғыз бірде үйірле, бірде өршелене үйтқи суырған қар қалдығымен бірге бет ауған жаққа қарай қаңғып кетіп барады. Арыстанды қарабас аспанға қарап жаманшылық шақыра ішегін тартып, ұлыған бұралқы иттей үнін үздіксіз қайталап, сарнай соғып тұр. Машина жетер жердің бәрін шарқ ұрып түнмен кезген Рафаэль қан жұтып келеді. Қасында Гүлнұр. Соның айтуымен біз жүрген жер болу керек деген маңайдың түгін қалдырмай шарлады. Дарияға түсіп кетті дейін десе, оның да қисыны келмейді. Гүлнұрдың айтуынша онда беттемеген, әрі желдің ығымен кеткен. Баяғы шебөрі шабуылынан кейін Бөкен тағы қиындық құрсауында қалғанда, қол ұшын бере алмағанына қабырғасы қайысады. Әйтсе де көңіл шіркін жамандыққа қимайды. Дала төсі долған қыстау. Бірі болмаса біріне ұшырасып аман қалған шығар деген үмітті беймаза жанына жалау етіп, желбірете түседі. Гүлнұрдың жездесі қалған машинаны сүйретіп әкетіпті.
Касемсоттың арбиған іздері жатыр. Бөкеннің әкесі Бектемір өз қорасына жете алмай жолай бір қыстауға паналапты. Баласының жайын естіп, бұрын тумысында жоқ мінезбен әлгі үйдің қос аузын ала атқа міне шауып, қырасып көрінбей кетіпті. Ол үйдің әйелі өңі өрттей күреңітіп, Құдайдың басқа менен аласы жоқ бекен, соны сұрап келемін деп кіжініп айтқанын анық естідім депті. Кенет алдағы қыраттан асып еңіске түсе бергенде, ойбай аға әні деп Гүлнұр айқайлап жіберді. Өтіп барады екен, машинадан түсе жүгірді екеуі. Бөкен қарсы беттен қырқаға шыға бере етпеттей құлатты. Құшағында плащ пен костюммен шандып оралған қыз жатыр. Өз үсті-басы жұлым-жұлым, көйлегі пора-пора, денесінде тырнақ іздері қанталайды. Бөкен бар киімін шешіп қыздың үстіне жапсыра берген. Әйтеуір суықтан қорғап қалу үшін қалай болса солай орай беріпті. Рафаэль, бауырмай деп ызалана дауыстап жіберді. Гүлнұр да шар етіп жылаған. Қимылсыз қос денеге үрке қарайды. Рафаэль қалтыраған қолмен орауды шеше бастады. Жанары қорқынышты сұрауға толы. Бір уақытта оның бар айтқаны сол болды. Тірі, қыз тірі. Арысмай, аманап қапсың ғой, жанарына моншақтап жас парлаған Рафаэль. Тіршілігі мәңгі тоқтап қалған аяулы досы Бөкенді кең кеудесімен құшақтап құлай берді. Арысмай, арманда кеттің-ау, арманда кеттің-ау. Кенет ол орнынан атып тұрып, әй әкеңді деген қолақпандай жұдырығын жоғарыға білеп. Әкең аузын арыстанды қарабас, жер бетінде сені жұтар жалмауыз бар ма осы, Айтшы, ана жолы Ақгүлді алдың, енді Бөкенді. Мылтықпен атып алар жау болсаң, баяғыдағы жалпаңнан түсіререм. Айтшы, ажалың қайда, айтшы. Сосын, ох, деп көз жасы шұбыра еңірей тізерлеп жерге шөге берді. Қазалы дауыс арыстанды қарабастың елірген екпінмен алысқа ұзап тарап бара жатты. Бөкен қазасынан соң сол маңайға ай бойы аспаннан бірде аппақ қар, бірде аппақ нұр жауыпты да тұрыпты. Бұл кереметті әркім әртүрлі жорған. Егінші ел биыл нан көп болатын болды десе, қойшы қауым жайлауға құттарып, егіз көбейетін болды деп қуаныпты. Осы кезде Гүлнұр ауылдастарының аузын аштырып, Бөкеннің әзіз жаны адал адамдардың ауылы аспалы баққа ұшып кетті. Бұл соған көрінді деп айтқан екен. Бұған біреу сеніп, біреу сенбепті. Үшіншілері, Гүлнұр сол бораннан соң делқұлы боп қалды, әйтпесе аурудың сөзін айтама деп бықсытыпты. Бірде тағы сол Гүлнұр, өлгеннен соң ақ нұры алаулап тұрған ғажайып қимаратқа барғыларың келе ме? Онда Бөкеннің ерлігін жасаңдар. Мен ендігі бар тірлігімді сол періштелер еліне бару үшін қолдан келгеннің бәрін істеймін деген екен. Мұны естіген елдің кейі, ей мынау шын жынданған деп қасынан тұра қашады екен. Сөйтіп оны есі ауысқан тентектер емдейтін ауруханаға өткіземіз деп жүргенде, Гүлнұр қаланың дені сап-сау бір жігітіне қашып кетіпті. Кетерінде де, ағайындарым әбіржімесін, мен дүниеге әкелер ұрпағымды, туар баламды анау күнгі айтқан ауылға бару үшін өсіремін деп сәлем айтса керек. Бұл сөзбен құлақтанған бар туысы содан бері осы уақытқа дейін саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін айтып жүрген қыздың адам түсінбес әумесерлігіне милары қатып жүрген көрінеді. Қадірлі тыңдарман, егер әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Біз сіздермен бірге дамимыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.